Түрік қағанаты қалай құрылды? Алғашқы кездегі жер аумағы Алтай маңында орналасқан болатын. Кейін осы түрік тайпасының басшысына Бумын қаған келгеннен кейін Қытаймен шекаралас Хуанхэ жағалауына дейін жеткен болатын. Кейін түрік қағанаты құрылып, үлкен империя болғаннан кейін жер аумағы Манчжуриядан бастап Босфорға дейін, Сібірден бастап Парсыға дейінгі жерді алып жатты. Түрік сөзінің мағынасы: алғашқы кезде түрік деген сөз 542 жылдан бастап Қытай деректерінде кездесе бастайды. Түрік сөзінің мағынасы берік, күшті деген мағынаны білдіреді екен. Кейін келе түркі тайпаларының барлығы топтасып теле деп өзара осы термин сөзбен атала бастады. Сонымен қатар 552 жылы Бумын түрік қағанатының билеушісі Жужандар әскерін талқандайды. Бұлар кімдер? Жужан мемлекеті 5 ғасырда қазіргі Монғолия, батыс Манчжурия аумағында құрылды. Сонда Бумын Жужан қағанатын талқандап 552 жылы түрік қағанатының негізін қалайды. Сөйтіп орталық Азия жерінде алғаш ерте орта ғасырларда феодалдық мемлекет құрылды. Енді біз түрік қағанатының жер аумағын карта бойынша қарайық. Алдарыңызға ұсынылып тұрған карта бойынша міне ұлы түрік қағанаты жер аумағы, манамыз айтқан болатынбыз, Манчжуриядан бастап Босфорға дейін Каспий теңізі, Арал теңізі, Каспий теңізі, Қара теңіз, осы үлкен аймақтың барлығында осы түрік қағанатының жер аумағы ұлан-ғайыр жерді алып жатыр екен. Қасында көршісі Византия болды, араб мемлекеттері, Қытайдағы Тибет және хан империясы, Қытайда династияның билігі, осылардың барлық түрік қағанатымен шекаралас көршілес орналасты. Түрік қағанатының билеушілері ең алғаш қаған Бумын қаған. Бумын қаған 552 жылы Жужандарды талқандайды. Содан кейін тап осы жылы түрік қағанатының негізін қалайды. Жалпы бізде осындай екі сұрақ болады. Жужандарды алғаш талқандаған қаған болса Бумын қаған болады. Ал Жужандарды толық талқандаған болса, ол бізде Мұқан қағанды жібереміз. Мұқан қағанның тұсында түркілердің жер аумағы орталық Азия, оңтүстік Сібірдегі үстемдігін бекітті. Сонымен қатар Қытай деректерінде Мұқан қағанға мынадай баға берілді: шекара сыртындағы барлық иеліктердің зәресін ұшырды деп жоғары баға берген болатын. Мұқан қаған Бумын қағанның баласы. Келесі қаған бізде Иштими. Бумын қағанның інісі, алғашқы Жабғу деп аталды, үлкен қолбасшы болды. Иштими қағанның тұсында жер аумағы қазіргі түгелдей Қазақстан, орталық Азия, Еділ, солтүстік Кавказ жерлері түрік қағанатының құрамына қосылды. Түркілер Иштими қағанның тұсында қуатты империяға айналды. Түрік қағанатының саяси тарихы: 6 ғасырдың 60 жылдарында түрік қағанаты сол кездегі ірі империялар Византия, Иран, Қытай мен терезесі тең болды. Ал 6 ғасырдың 70 жылдарында түрік қағанаты күшейіп, жер аумағы Манчжуриядан бастап Босфорға дейінгі жерді алып жатты. Ал 6 ғасырдың 80 жылдарында түркілер Парсы, қазіргі Иран елімен одақтасты. Екеуінің басты қарсыласы ол эфталиттер болды. Эфталиттер сол кезде солтүстік Үндістан жер мекендеген 5-6 ғасырда өмір сүрген қуатты мемлекеттің бірі болды. Сөйтіп Иран мен түркі мемлекеті бірігіп, эфталиттер талқандайды. Сөйтіп түрік қағанатының құрамына қазіргі оңтүстік Қазақстан және орталық Азияның жерлері түрік қағанатының құрамына қосылды. 568 жылы түріктің елшісі Маниях Византияға барады. Қайтар жолында Маниякқа ілесіп, Византияның елшісі Земарх қағанның ордасына келді. Бұл екеуінің арасындағы келісім әскери сауда бағытында болды. Яғни олар Иран мемлекетіне қарсы одақ құрған болатын.
түрік қағанатының осы ұлан-ғайыр жерді алып жатуының қандай себептері бар екен, соны анықтайық. Ең ірі басым болу себептерінің бірі саяси бірлігі құрылған кезде өте мықты болды, әскері де өте мықты болды. Екінші, қару жарақтары өте мықты, яғни біздер айтқан болатынбыз, алғашқы кезде түріктер жужандарға саяси тәуелділікте болды. Яғни олар Алтай тауында темірді өндіріп, жужандарға қару жарақ соғып берген екен. Міне кейін осы тәжірибесі түрік қағанаты құрылғаннан кейін қару жарақтардың жоғары болуына алып келді. Үшінші, көшпелі ұйым жылдам қимылдау, әскерлері тез қимылдау арқылы қарсыластарының, яғни жеңуіне алып келді. Төртінші, қарсыластардың әлсіздігі, олардың елінің ішінде бытыраңқылығы, осының барлығы түрік қағанатының алғашқы кезде көршілерінің жерін басып алып, өте үлкен мықты мемлекет болғандығына алып келген себептер болып табылады. Түрік қағанатының ыдырауы 6 ғасырдың соңы 7 ғасырдың басында Қытай мемлекеті күшейе бастайды. Оған дейін болған әулеттер арасында күрес тынышталып, қуатты әулеттің билік басына келуімен Қытай күшейе бастайды. Екінші, Ашина әулеті, ол түрік қағанатын басқарған әулет. Осы әулеттің ішіндегі билік үшін күрес, қырғызстардың басталуы бұл мемлекетті әлсіретті. Үшінші, Қытай мемлекеті қуатты түрік мемлекетінің болғанын қаламады. Сөйтіп 603 жылы Қытай мемлекеті араласып, нәтижесінде түрік қағанаты екіге бөлініп кетті. Біріншісі батыс түрік қағанаты, екіншісі шығыс түрік қағанаты мемлекеттеріне бөлінген болатын. Түрік қағанатының әкімшілік және әлеуметтік құрылымы қандай болды? Ең бірінші лауазым қаған. Қаған бұл ең жоғары лауазым болды. Оның қызметтері мемлекетті басқарды, жоғары сот міндетін атқарды және әскерге басшылық етті. Одан кейін ябғу, шат деген лауазымдар. Бұлар мемлекеттегі әскери, азаматтық билікті басқаратын жүйе құрылды. Кейін бұлар басқарушыға айналды. Бодун, бұл қарапайым халық, қатардағы халық деген мағынаны білдіреді. Қорыта айтқанда, түрік қағанаты ерте орта ғасырда құрылған ең алғашқы феодалдық мемлекет болды.